Баршаңызға сәлем достар. Бұл сөредегі қайнатылған құрттар. Жаз уақытында осылай құрт қайнатып сөреге жайып кептіріп аламыз. Қыстың қамын жазда ойла демекші. Осылай қыстық азығымызды ақтамақтан жасап кептіреміз. Сөрені қазір босатып жатырмыз. Осылай құртты кептіріп алған соң қапқа салып әлі де кептіреміз. Ол толық әлі кепкен жоқ. Қазір жаңадан қайнатылған сүзілген құртты кесіп осында жаятын боламыз. Осылай қолдан тігілген тор дорбаға салған жақсы, және жақсы кебеді. Осылай тор дорбаға салып кептіріп аламыз. Енді бұл құртты дайындау үшін біз қаймақтан бөлінген сары суды және шикі сүттің айранын қолданамыз. Одан кейін көк сүттің қатығын қолданамыз. Көк сүтті біз үйітіп аламыз. Өзін үйған кезде ол сары суы астына тұнып бетіне қоюы шығады. Соны алып сүзіп қоямыз да қапқа бір күн қойып, одан кейін осылай қолданамыз. Және де барлығын ыдысқа құйып алған соң араластырамыз. Осылай 40 литр ақ тамақты пештің үстінде үздіксіз қайнатамын. Отты жағып қайнатамыз. Және тартылып, бұл әлі қоюланады. Сол қоюланғанша қайнататын боламын. Барлығын араластырып болған соң бетін жауып қайнатамын. Және қайнатқан кезде 5-6 сағат бойы қайнатамыз. Ол әбден қоюланып тартылуы қажет. Және пешті де үздіксіз жағып осылай қайнатамын. Мінеке құртымыздың түсі қоңыр түске енді қоюланып тартылды. Енді тек қана сүземіз ыстық қалпында. Қапты осылай іліп алғаннан кейін жаңағы қайнаған құртты ыстық қалпында осылай құйып сүземіз. Сол кезде жақсы сүзілетін болады. Осылай қайнатылған құртты қапқа құйып әбден сүзіп болғаннан кейін бір күн уақыт тұрады. Және де ол әбден сары су бөлініп, сорғытылып болғаннан кейін ғана аламыз. Мінеке құртымызды қаптан осылай ақырын алғаннан кейін өстіп жіппен бөліктерге бөліп жаятын боламыз сөреге. Міне осылай құрттың қайнату тәсілі. Құртты жаз мезгілінде осылай жасап алып кептіріп алғаннан кейін кәдімгі целлофан пакетке салып морозильникте сақтаймыз. Қыс уақытында, қыс бойы тұра береді, дәмі өзгермейді. Сол қалпында сақталып тұрады. Қыс уақытында сағынған кезде жейміз және морозильникте сақтаймыз.